Сәлеметсіздер ме, менің YouTube көрермендерім? Бүгін сіздермен еркектердегі климакс жайлы сөйлесеміз. Кейбіреулеріңіз таңғалатын шығарсыздар, саған еркектерде де климакс бола ма деп. Әрине, еркектерде де климакс жағдайы болады. Білесіздер, көбінесе біздерде әйелдерде климаксты көп жағдайда ескеміз. Терлеп жатырмын, ешкімді жақтырмай жатырмын, ашуланшақ болып жатырмын деген. Мысалға, еркектерде дәл солай жағдай болады. Еркектерде климакс андропауза деп айтылады. Бірақ ол әйелдердегідей тоқтап қалу, ондай нәрсе жоқ та. Мысалға, әйелдерде етек тоқтап қалады ғой, ал еркектерде ондай емес. Бұл ер адамның жас ұлғайған сайын тестостерон гормонының төмендеуі болады. Сол төмендеуіне байланысты табиғи кезең әдетте 40 пен 45, 50-55 жас аралығында болады негізі. Көбінесе оның белгілері шаршағыштық, энергия азаюы, көбінесе неден басталады? Сол тестостерон гормоны арқылы болғаннан кейін төсек құмарлыққа қызығушылық деген вообще азайып кетеді. Негізгі белгілері шаршағыштық, жаңағы айтып өткенімдей, шаршағыштық, энергияның азаюы, жыныстық құмарлықтың төмендеуі, ұйқының бұзылуы, көңіл күйдің өзгеруі, ашуланшақтық, кәдімгідей ашуланшақ болады. Іш майының жиналуы. Ішке кәдімгідей еркектер мысалға толып, қарын толады ғой. Тура сол кезде де уже тестостерон гормоны уже жұмыстан шыққан деп есептеледі, іш майының жиналуы. Бұлшық массасының азаюы. Мысалға, кейбір еркектерді білсеңізші, бұлай ғой, көбінесе не дейді, еркектердің іш майы шығатты, қарын шығатты, мынау артжақ майы, құйрық кәдім кішірейеді. Именно сол кездерде уже 45-50 жас аралықтарында болады. Кейде ыстықтап кету, кейде тершенді. Не істеуге болады? Бұл кезеңде не істеуге болады? Денсаулықты тексерту. Қандағы тестостерон деңгейі қандай жағдайда? Холестерин қандай жағдайда? Барлығын ондай кезде қан қоюланып кетеді, аяқ қол кәдімгідей үйді, бас кәдімгідей ауырыйды. Мысалға, еркектерде кейбір нелерде мұрын қанау көбейеді. Тағы не айтсам болады? Сол кездерде тура сондай жағдай болады. Негізгі көбінесе врачқа барған кезде, врачтан көбінесе еркектер баруға ұялады. Менде жай ғана простатит деп ойлайды. Жоқ, именно сол кезде емделіп қаралса, тестостерон гормоны даже 80 жасқа дейін жұмыс жасау керек. Бұрынғы ата-бабаларымызда 60%, 70%, 80% қайдан келген сонда? Именно сонымен көбінесе шөп дәрілермен не қылу керек? Көбінесе кешке жатар кезге мята ішу керек. Сосын витамин В6 премиум. Солар жақсы, бір күнде 3 мезгілден азанда бетте кешке ұйқыны нормаға келтіреді ол. Мята да тыныштандырады, нормаға келтіреді. Кейін жантақ, көбінесе еркектер жас ұлғайған сайын жантақты көбіректен қайнатып демдеп ішетін болса, уже гормональный нарушение болмайды ол кездеші. Тершендік басылады, көңіл күй жақсарады. Мынау іштегі іш майы жиналады дедік қой, іш майын кәдімгідей жиырады. Сондай кезде, сосын мен сіздерге бір айтып өтетін жағдай, күнжіт, қара күнжіт болады. Білесіздер ғой, нанның үстіне себілетін қара күнжіт, ақ күнжіт болады ғой. Қара күн негізі иләжі барынша ақ күнжіт, сосын қара күнжітті екеуін бір қасықтан араластырып, азанғы уақытқа аш қарынға ешқандай ештеңке араластырмастан кәдімгі бір қасықтан алып ішіп не қылса, ондай климакс деген нәрсені көрмейді. Жеңіл өтеді климаксшы. Тестостерон гормоны да өте бір керемет жұмыс жасайды. Сосын әрине көбінесе азанғы уақытта тұрып жүрген дұрыс. Физикалық,
көбінесе азанғы таңғы уақытта тұрып бір жарты сағат 1 сағаттай жүріп келген өте пайдалы болады климаксқа. Тестостерон гормонын ретке келтіреді. Сосын тамаққа байланысты майлы тамақтар көп жемеу керек. Сосын көбінесе брокколи, капуста, солардан көбіректен кәдімгі қан болады ғой. Мысалға бір брокколиді білесіздер, қалай не алуды, бір қайнатып алады да, сосын блендерге салып не қыласыздар ма, өзін бұлайынша жесеңіздер де өте бір пайдалы көмек болады. Сосын шпинат өте жақсы, ол шпинат 40 қабат, капуста деп айттық қой. Сосын жаңағы мен күнжетті айттым, майлы тамақтардан вообще тыйылу керек. Жаттығу қозғалыстардың бәрі тестостеронды гормоны көтереді. Ондай кезеңде ұйқы нормада болу керек. Ұйқы нормада болатын болса, гормон нормаға түседі. Сосын болдырмау керек жағдай, ол кезде ішімдік пен темекі ешқашанда болмайды. Көп қант пен ақнан, кәдімгі ақнан тыйылу керек вообще. Ұзақ отыру қан айналымды нашарлатады. Мысалы, ұзақ отырмау керек. Көбінесе әрекетте жүру керек. Мен сіздерге сол тестостерон гормонын көтеретін шөптерді айтып өтейін деп едім. Біздерге ең керегі трибулус шөбі, жер жаңғағы. Кәдімгі жер жаңғағы бар ма? Жер жаңғағының тамырыны алып, жуып, кәдімгі тазалап, бір қайнатып, кәдімгі шай ұқсатып, демдеп ішсеңіздер, кешке жатар кезге ішсеңіздер, барлығы ретке келеді. Жыныстық қуатты, бұлшықет күшін арттырады. Содан соң екінші бізде женшен қан айналымды жақсартады. Энергия мен көңіл күйді вообще зор көтереді. Стресске қарсы өте керемет өнім. Бұны таңертең аш қарынға ішсеңіз өте керемет өзгерістер болады. Мен қазір осы Қазақстанда өсетін өсімдіктерді айтып отырмын. Қараңыздар, мысалы женшеннің тамыры Қазақстанда болады. Сосын бізде мака тамыры. Бұл көбінесе тау жақтарда өседі. Бұл не десем болады? Гормонды тепе-теңдікте ұстайды. Тершеңдікті басады. Ұйқысыздықтың алдын алады. Кәдімгідей. Кейінгі шөбіміз пажитник. Тестостерон деңгейін жоғарылатады. Өте. Сосын ұйқыны нормаға келтіреді болды. Кейін теңіз балдырлары. Білесіздер ғой өздеріңіз, қалай қолданылды мысалға теңіз балдырлары. Теңіз балдырлары негізі жаңағы айтып өткенімдей, бұлар өте кальцийге бай болады, теңіз балдырлары. Солардан көбінесе пайдалану керек. Сосын мырыш пен д дәрумені тестостерон түзілуінің негізін элементтерін өте нормаға келтіреді. Өте бір маңызды ескерту, бұл шөптерді ешқандай дәрігердің кеңессіз пайдалансаңыз болады. Мысалға мен қазір неше түрлі шөп дәрілерді айтып өттім мен. Ешқандай да бұның зияны жоқ. Пайдасы болса болады организмға, ешқандай да химикат, ешқандай да не емес. Өзіміздің Қазақстанда өсіріліп, даже жерде жатқан өнімдер ғой, соларды кәдімгідей бір әдемілеп пайдалансақ, өте бір жақсы пайдасын береді. Нәтижені 1-2 күн емес, 2-3 аптада көресіздер. Ал сіздер үшін мен қорытынды айтайын, осы видеоны сіздер үшін салып отырмын. Қорытынды видеоны айтып өтейін, сіздер үшін мен біздерде қорытынды ер адамдар жас үлкейген сайын тестостерон төмендейді, ал оның төмендеуі тек жыныстық өзгерістер емес, бүкіл ағзаға әсер етеді. Әсіресе төсек қатынас шаршау немесе биденің түсуі емес, бұл физикалық қандай да көңіл болмайды. Білесіздер, салмақтың айтып өттім. Және ер адам жас үлкейген сайын өмір сапасының төмендеуі алып есептеледі. Тек жыныстық өзгерістер емес, бүкіл ағзаның жұмысына әсер етеді.
төмен кәдімгідей тестостерон гормоналды кезінде өзгерістер ми жүрекке қызметі әсер баяулайды, етеді. Простатит, есте сақтау нашарлап, климакстың әсері ашуланшақтық пен простатитке шаршау пайда алып болады. барады. Қан Көріп айналымы тұрғандарыңыздай, әлсірейді, жүрек, сондықтан қан ең тамырлары маңыздысы ауруларының денсаулықтағы қаупі өседі. әр өзгерісті Қысым уақытында құбылады. байқау, Өкпе мен тексеріліп тұру тыныс та және әсер гормондарды көреді. тепе-теңдікте Энергия азаяды, бақылауда ұстау тыныс керек. тарылып, Менің YouTube физикалық каналыма төзімділік тіркеліп, төмендейді. маған лайк басып Бұлшықет азайып, май өтіңіздер. көбейеді. Мен Сіздер жаңағы үшін айтып өткенімдей, әрқашанда ұйқы керекті бұзылып, мағлұматтарды көңіл-күй беруге тұрақсызданады. Негізі, дайынмын. тестостерон гормон бұзылған кезде ұйқыны нормаға келтірсе, барлығы жақсы болады. Жүрек қан тамырларына да өте жаман әсер етеді бұл жағдай. Яғни еркектік гормонның төмендеуі бүкіл ағзаны бір-бірімен байланыстырып тұрған ми, жүрек, қан, өкпе, бұлшықет, көңіл-күй жүйелеріне әсер етеді.